Ізденімпаздық өркендеуге апаратын жол. Дәл осындай тақырыппен өңірдегі Абудин балабақшасында облыстық тәжірибелік семинар өтті. Шара мақсаты мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық қабілеттерін дамытуда ізденімпаздықтың маңыздылығын айқындау. Оларды заманауи инновациялық технологиялар мен ұлттық құндылықтарды ұштастырып жан-жақты дамыту. Толығырақ алдағы бейнеүзікте. Шараға облысқа қарасты 6 ауданнан келген мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының меңгерушілері, әдіскерлер, Түркістан облысы білім беруді дамыту орталығының мектепке дейінгі білім беру бөлімінің әдіскері Гүлмира Кульбаева, Арыс қаласы білім бөлімінің әдістемелік кабинет меңгерушісінің міндетін уақытша атқарушы Жанар Асылбекова, әдістемелік кабинет әдіскері Терезат Сүлейменова қатысты. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі қарсаңында өткен шарада әуелі қонақтарға ұлттық дәм түрлері ұсынылды. Мұнан соң қатысушылар балабақша ауласында, ашық аспан астында және балабақша фойесінде орналасқан педагог өз ісінің шебері атты көрмені тамашалады. Ал балдырғандар өз өнерлерімен көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Әрмен қарай тәжірибелік семинар ашылу салтанатына ұласты. Аталған балабақша меңгерушісі Ұлбосын Жандарбекова қонақтарды шара барысымен таныстырды. Өз кезегінде Түркістан облысы білім беруді дамыту орталығының мектепке дейінгі білім беру бөлімінің әдіскері Гүлмира Кульбаева облыстық тәжірибелік семинар маңызына тоқталып өтті. Балалардың бойында шығармашылықпен жұмыс жасай отырып, зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, жаңағы небір керемет қазіргі технологиялар шығып жатыр, заманауи. Солардағы бүкіл технологияны ендіре алмасақ та, соның ішіндегі элементтерін қолдана отырып, біздің балалардың бойында жан-жақты дамыған, парасатты, өркениетті жаңағы болашақ тұлғаларымызды тәрбиелеу. Шарамызға қош келдіңіздер. Саламатсыздар ма, балалар? Онан соң қатысушылар 3 топқа бөлініп, балдырғандар қатысуымен өтетін сабақтарға қатысты. Әуелі түсірілім тобы балапан ортаңғы тобымен педагог Роза Еркінбек қызының ғажайып түстер тақырыбындағы балалардың шығармашылық дағдыларын зерттеу іс-әрекетін дамыту, сурет салу саласына негізделген ұйымдасқан іс-әрекетін бақылады. Балалар түстер әлемімен танысып қана қоймады, дәл осы түрлі түсті кейіпке енген табиғат әлеміне бойлады. Онан соң педагог Үрзейнет Жалил қызының Балбөбек ортаңғы тобымен коммуникативтік дағдыларды сөйлеуді дамытуға бағытталған ұлттық мұрам асыл қазынам атты ұйымдастырылған іс-әрекеті қатысушылар назарына ұсынылды. Ұлттық құндылықтар дәріптеліп, баланы түрлі әдіспен қызықтыру арқылы сөйлеу, ойлау дағдысын қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеттердің түрлері ортаға салынды. Мәселен, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенде ұлттық аспабымыз домбыра, сондай-ақ халқымыздың күнделікті тұрмыста қолданатын сандық, бесік, тіпті күбімен келсапта балдырғандар назарына ұсынылып, тұрмыстағы маңызы түсіндірілді. Бүлдіршіндер қолдан құрт жасап, әрі ұлттық құндылықтармен таныса отырып, әрі моторикалық дағдысын дамытатын тапсырмалар орындады. Ал жауапты педагог Мадина Бекбауованың өткен интеллектум ойындар тақырыбындағы ұйымдастырған іс-әрекеті дәл қазіргі уақытта маңыздылығын дәлелдеген сала. Балауса ересек тобымен өткен танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту, математика негіздері бағытындағы әдістемелік сабақ көптің көңілінен шықты. Инновациялық жаңалыққа толы ғасырда түрлі заманауи құрылғылар арқылы бала қиялына қанат бітіруге болатыны көрсетілді. Көк түсті пайдаланып, үй салыңдар. Қандай түстерді пайдаланыңдар? Алармен қарай қатысушылар балдәурен ортаңғы тобымен бірге ертегілер еліне саяхат жасады. Педагог Ләзизат Айтмахан қызының іс-әрекеті көркем әдебиет бағытын қамтыды. Аталған сабақта қолданылған іс-әрекеттер де коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға бағытталып отыр. Балалар ертегі кейіпкеріне айналып, өздерде белсенді қатысуы педагог ұтқырлығын көрсетті. Өткен баяғы заманда орманда кемпір мен шал болыпты. Атасы батпен жиндеп алып келсе, бауырсақ жымысты екен.
Бұдан бөлек өзге балабақша тәрбиешілері мен әдіскерлері де тәжірибесімен бөлісіп, балаларды қоршаған ортамен таныстыруға бағытталған сабақ, сонымен қатар тәрбиеші педагогтардан құралған қатысушыларды қамтитын тренинг өткізді. Мұндағы басты мақсат балалардың танымдық қабілетін арттыру. Ізденімпаздыққа, шығармашылықпен жұмыс жасай отырып, мынау заманауи талаптағы технологиялар мен ұлттық құндылықтарды ұштастыра отырып, бала бойына сіңірту. Біз жаңағы айтар едік, мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, ең бастысы мына халықтың балаларына жаңағы тең құқылы тәрбие беру. Соның ішінде мына мектепке баланы сапалы даярлау. Бұл бағытта жаңағы бұл балабақшада қазір көріп отырмыз, ата-аналармен де бірлескен іс-әрекеттердің куәсі болып отырмыз. Тек қана балабақшаның педагогтары ғана емес, олар осы жерге ата-аналарды да тарта отырып, оларға да тапсырма бере отырып, екі жақтама бала тәрбиесіне үлестерін қосып отыр. Шара соңында облыстық тәжірибелік семинар қорытындыланып, қатысушылар пікірлерін ортаға салды. Өзіме лично көп дүние алдым, не бойынша интеллектум ойындарын көрсетті. Ол действительно қызық балдарға жаңадан шығыватқан нәрсе. Көп нәрсені көрсетеміз, жаңағы севатымыз деген өзінде бізде ол жоқ екен. Лично біздің балабақшада өте ұнады. Өз кезегінде Арыс қалалық білім бөлімінің әдістемелік кабинет әдіскері Перизат Сүлейменова облыстық деңгейдегі шара жақсы өткенін жеткізді. Айта кетейік, дәл осындай облыстық тәжірибелік семинар Арыс ауданында 3 бірдей балабақшада ұйымдастырылды. Соның бірі Абудин балабақшасы болса, тағы бірі Алтын Тұмар, сонымен қатар Нұрайла балабақшасы да тәжірибелік семинар өткізді. Сәйкесінше облысқа қарасты 17 аудан қаладан келген қонақтар дәл осы 3 бағытқа бөлінді. Абудин балабақшасындағы тәжірибелік семинар балабақша бүлдіршіндерінің концерттік бағдарламасына ұласты. Бұл осы Оспан Дінмұхаммед Али Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.